Алматы облысы Панфилов ауданы Сәртөбе ауылдық кітапханасы назарларыңызға тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған видеослайдты назарларыңызға ұсынады. Тәуелсіздік ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Бұл тұғыры биік ұғымды біз 1986 жылдың 16 желтоқсанында алған едік. Тәуелсіздікке жету жолында талай қазақтың қара көз қыздары мен жігіттері құрбан болды. Сол жолда ерен ерлігімен қаза тапқан әпке ағаларымызды құрметпен еске аламыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылы 16 желтоқсанды тәуелсіздік күні деп бекіткен еді. Сондықтан біз үшін тәуелсіздік күні ең қастерлі күн. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет ретінде әлемге таныды. Міне, қазір біз ешкімге тәуелсіз, бейбіт елде өмір сүреміз. Бүгінгі күнде отанымыз Қазақстан күннен күнге дамып, әлемге сан қырынан танылып келеді. Бұл тәуелсіздікті бір ел ғана емес, бүкіл ел болып қолдайды деген сөз. Ал іргесі қаланған жаңа республиканың әрі қарай өмір сүру үшін ерен еңбегі керек. Ол оның ішкі және сыртқы әлемі, экономикасы, ақшасы деген секілді көптеген құндылықтарға келіп тірелді. Аталған құндылықтарды 29 жыл ішінде үлкен мақсатқа айналдырған еліміз астанасын да бекітті. Тіпті бүгінде Нұрсұлтан арман қалаға айналды. Апортына бүкіл ел сүйсінген Алматының өзін мәдениет пен әдебиеттің қаласына айналдырды. Өзінің ішкі туризмі теңдесі, ұзын сонар қара жолдары тарамдалып жатты. Арысы Қазақ хандығынан бастап, бергісі егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті жалғастырып келе жатқан атадан тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау. Жәнібек пен Керейдің керегесін кілемісті көтеріп, отанды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың міндеті. Қазақта отансыз адам ормансыз бұлбұл деген сөз бар. Орманы жоқ құстың ұясы да, қонар бұтағы да жоқ. Дәл сол секілді тірлік кешу, ортасы жоқ ұлттың өмір сүруі мүмкін емес. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.